Құрметтім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Нәзік Жан каналы. Бүгін сіздермен ерлі-зайыптылардың махаббатын арттыратын кеңестер жайлы айтатын боламыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Ерлі-зайыптылардың махаббатын арттыратын қандай кеңестер бар? Махаббат деген аяулы сезімді жүректерінде тербеткен сүйіспеншілік, сыйластық сынды сұлу қасиеттерді өзара бөліскен ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы кім-кімді де сүйсіндіреді. Мұндай адамдар үшін өмір бақыттың базары. Бір бағытқа бұрылған екі жүрек қандай қиындықты болсын жеңіп шығады. Ащыны тәттіге, қараңғыны жарыққа айналдыра біледі. Жүректің тұла бойдың патшасы екені ақиқат қой ендеше. Аллаға және Алла қосқан жарына деген махаббатқа мауыққан адам осы дүние игілігінің кілтін тапты. Ғұламаларымыздың салихалы әйелдің күйеуі болу бір елдің патшасы болғанмен бірдей деп ой қорытуы осыдан болса керек. Еркектің әйелге деген махаббаты күшті болса, ол еркек тау қопырады. Әйелдің еріне деген махаббаты лүпілдеп тұрса, шаңырағы жайнап, қазаны қайнап тұрады. Егер үйіңіз шашылыңқырап, тамақ дәмсіз бола бастаса, сіз әйеліңіздің сезімін тұншықтырып алғансыз. Егер күйеуіңізге үйге кештетіп қайтып, далаға кеткісі келіп тұрса, қабағы қатулы, сөзі дөрекі болса, сізге деген жылылығы суына бастаған. Жүрек соғуын тоқтатқанша сезімдер сөнбесін. Жанып тұрған от өшіп қалмас үшін дер кезінде отын салып отыру керек емес пе? Сезім де сондай, сөндірмеңіздер. Сөнген от қайтадан тұтанбауы мүмкін. Солай мейірім өзені тартылмас үшін, сүйіспеншілік оты сөнбес үшін, сыйластық бағы солмас үшін екі тарапта қолынан келген амалдарды жасауы керек екен. Төменде ерлі-зайыптылардың сезім алауына отын болар деген ниетпен бірнеше әдіс топтастыруды жөн көрдік. Және бұл әдістердің бізге кеңес берген аға жеңгелеріміздің өмірлік тәжірибелерінде қолданылып, тәтті жеміс бергендігін де ұмытпағайсыз. Бірінші, ешбір еркек әйелдің қазаны мен ошағына, үтігімен кешкі түскі асына үйленбейді және ешбір әйел еркектің жұмысы мен көлігіне, ақшасы мен мансабына тұрмысқа шықпайды. Алла тағала олардың отау көтеруіндегі мақсатын айқындап берген. Әрі сендердің тыныштық тыным тауып орнығуларың үшін өздеріңнен жұбайлар жаратуы және араларында сүйіспеншілік пен мейірім жанашырлық пайда етуі де оның белгілерінен. Махаббат пен мейірім мұғжиза, яғни ер мен әйел үнемі Алла берген сүйіспеншілік, мейірімділік, жанашырлықты қалай сақтап қаламыз? Жарымның тыныштық, тыным табу үшін не істей аламын деген сауалдарға жауап іздеп тапқанын амалына асыра алғанда ғана отбасы баянды болмақ. Ер мен әйел ең алдымен осы мақсатты айқындап алуы тиіс. Екінші, шаңырақтың шайқалмауын қамтамасыз ететін кешірім және қайтқыштық деген екі қасиет бар. Мұны шариғатымыздағы истиғфар және тәубә деген екі ұғыммен салыстыруға болады. Сен бір күнә жасасаң, дереу астағфируллах деп Алладан кешірім сұрайсың. Сол секілді жарыңның кейбір ұсақ қате кемшіліктеріне де жарайды деп қол сілтеуге, елеп ескермей өткізіп жіберуге тура келеді. Сен бір үлкен күнә жасасаң, арнайы тәубә намазын оқып, сол күнәңді тастайсың, өкінесің, содан кейін қайталамайсың. Дәл осылай арада болған үлкен кикілжің, түсінбестіктерді бір жола ұмытып, қайтқыштық қасиетіне орын беріп, жүрегіңді өкпе реніштен босатып, жарыңның одан кейінгі қарым-қатынастарына есік ашып беру керек болады. Бұл өте қиын, үйренуді қажет ететін үлкен өнер. Үшінші, ауызбен айталмай жүрген сұлу сезімнің мен жан сырыңды ақ қағазға түсіріңіз. Реті келсе, оны әспеттеңіз, әрлеңіз, содан кейін жарыңыздың қалтасына салып жіберіңіз немесе жастығының астына қойыңыз. Бұл әдісті бұрын-соңды қолданып көрдіңіз бе? Әсіресе отасқандарына 15-20 жыл болған ерлі-зайыптылар үшін тамаша әдіс. Сезімге бай келетін әйелдер хат жазса тіптен керемет. Жарыңыздың сіз үшін қаншалықты маңызды екендігін, жүрегіңіз оған аманат екендігін айтып,
ақтарылыңыз. Хатта жазылғандар айтылған сөздер сияқты тез ұмытылмайды, бір құжат сияқты сақталып қалады. Жарыңыз ұнатып жатса, бір аптадан кейін, бір айдан кейін ашып оқып отыратын болады. Төртінші, ислам діні үшін өлшеусіз қызмет етіп, үмбеттің қамын ойлаған Әли ибн Абу Талиб, оған Алла разы болсын, жары Фатима үшін өлең шығарып оқып беруге уақыт тапқан. Сөз қадіріне жеткен бабалардың ұрпағы болғандықтан, жан-жарыңызға бір-екі шумақ өлең жазуға тырысып көріңіз. Егер сіз өлең шығара алмайтын болсаңыз, қазақ ақындарының махаббат туралы әдемі жырларынан үзінді жаттап, көркем мәнермен оқып беріңіз. Бесінші, хадисте шешен көркем сөзде сиқыр бар екендігі айтылады. Әсіресе әйелдердің құлақтан семіретін қалық екендігі ешкімге жасырын емес. Олар сезімге наннан да қатты мұқтаж. Әйелден жылы сөзіңді аямай, жиі көңіл бөлсең, ол сен үшін аштыққа да, суыққа да төзеді. Үңгірде өмір сүретін болса да, бал тамған сөзбен бақытты. Сарайда өмір сүрсе де қаттылық, дөрекілік оларды солдырады. Қорлау, кемсіту, намысына тию оларды кескілейді және өлтіреді. Жақсы сөз садақа. Сен ұртыңнан шығатын садақаға әйелден артық лайық адам бар ма? Оның көйлегіне, тамағына орында айтылған бір ауыз комплимент 2 есе керемет істермен қайтады. Алтыншы, еркектер мақтауды сүйетін қауым. Мақтауға малынған еркек алға жылжиды, одан да жақсысын жасауға тырысады. Сіз білесіз бе, шариғатымыз ер мен әйелге араларын жақындастыру мақсатында осындай әдістерге баруға рұқсат берген. Сол себепті әйелдердің күн сайын олай болса да болмаса да, сен әлемдегі ең керемет күйеусің. Әлемдегі барлық әйелдің күйеуі сен сияқты болса, ешкімде бақытсыз болмас еді. Сен Алланың маған берген ең үлкен бақытысың. Сенсіз өмір сүре алмайтындаймын деген сөздерді айтып тұрған жақсы. Еркек үйдің отағасы, тіреуі бола тұра, күтімі жағынан келгенде үйдің үлкен баласы екенін ұмытпайық. Жетінші, және ерлі-зайыптылар бір-бірін туыстарына мақтау керек, естіртіп айту керек. Мәселен, күйеуі енесіне осындай қыз тәрбиелегеніңізге рахмет, ол керемет әйел деуіне болады. Алайда шектен тыс мақтау қайтарылғандықтан, мұның да өлшеммен, даналықпен орындалғаны абзал. Сегізінші, екеуі екі жақта жүргенде әсерлі сәттерді суретке түсіріп бір-біріне жіберіп отыру. Сезім білдіретін тәтті сөздерді SMS арқылы жолдап тұру. Әлеуметтік желілерде түрлі жағымды смайликтерді пайдалану. Бұл әдістерді жастар қауымы жиі пайдаланып жүрген болар, ал орта жастағы ерлі-зайыптылардың қатынасына серпіліс әкелетініне сенімдіміз. Еш себепсіз хабарласып, менің сүйікті әйелімнің жағдайы қалай екен, мені сағынды ма деп алдап қойсаңыз, сол күні әйеліңіз сізді бақытты қалпында күтіп алатындығына сеніңіз. 9. Сезіммен сиқырлаудың тағы бір ұтымды әдісі бар. Ілгері буынның ізгі ғалымдары, егер қайсы бір әйел күйеуі үшін күнде әтірленетін болса, ерінің көзінше әсем киініп, үнемі оның сүйікті тағамын дайындап, ол жоқ кезде дүние мүлкіне сақ болатын болса, ол әйел күйеуін сиқырлап алады деген. Бұл рұқсат етілген әрі ең өтімді әдіс. Өзіміз ғой сыртқа шыққанда киінемін, үйде боянуға уақыт жоқ деу үлкен ағаттық. Сізді сұлу кейпіңізде көруге лайықты жалғыз жан, ол сіздің жарыңыз. 10. Ер адамдарға бағынушы ерке, ашық ажарлы, күлімдеген, тәтті жылы сөзді әйелдер ұнайды. Мұнымен әйел оның жүрегін тұтқынға ала алады. Күн сайын күйеуіңнің алдынан жайнап шығу ешбір әйелге оңай емес. Әсіресе отбасылық өмірдің 20 жылын артқа тастаған әпке-жеңгелеріміз үшін үлкен еңбек қажет. Бірақ егер сізге жалақысы жоғары жұмыс береміз, алайда сен пәлен түген деген істі меңгеру керексің десе, білегіңізді сыбанып бабына келгенше үйреніп алушы едіңіз ғой. Ал сізге Алла мен оның елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, күйеуіңді разы етсең, мәңгілікке жәннаттық боласың деп уәде беріп қойды. Жәннат арзан тауар емес. Мұны түсінген әйел күйеуінің есіктен кірген сәтін мейрам секілді қабылдап, жәннатым кіріп келді деп қуана
алады деп ойлаймыз. Замандастарымыздың арасында есіктен күйеуінің аяқ киімін шешіп қарсы алатын, оған айтатын әрбір сөзін сағаттар бойы ойланып көрсететін қылықтарын күні бойы айнаға қарап дайындалатын қаншама әйел бар екендігін біле жүріңіз. Сізді Алла панасына алсын деп дұғамен шығарып салып, балалармен бірге қарсы алып құрмет көрсету кез келген еркекті қуантады. 11. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, түнде ұйқысынан тұрып намаз оқыған және әйелін оятқан, егерде ол тұрмаса бетіне су сепкен адамға Алла рахым етсін. Түнде ұйқысынан тұрып намаз оқыған және күйеуін оятқан, егерде ол тұрмаса бетіне су сепкен адамға Алла рахым етсін деген. Келесі бір хадисте, егер адам түнде өзінің әйелін оятып сосын бірге намаз оқыса, олар Алланы еске алушы еркектер мен әйелдердің қатарына жазылады делінеді. Құлшылыққа да романтика араластырған асыл дініміз неткен сұлу. Су шашқанның үшінде сауапқа ие болу неткен керемет. 12. Әйеліне жомарт болған еркек Алла алдында абыройлы, әрі ол еркек бергенінен де көп ризыққа кенеледі. Әйелдің сараң күйеуге тап болуы ең үлкен сынақтардың бірі. Тіпті Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сараңдықтан асқан ауру бар ма деп таң қалған екен. Әрбір сараң, қорқақ, өтірікші Аллаға тәуекелі жоқ болып келеді. Сол себепті жомарттығыңызды әйеліңізге танытыңыз. Ауырса емделуіне, туыстарына сыйлық жасауына, жарасымды киінуіне жағдай жасап беріңіз. Мейрамханаға тамақтануға алып барыңыз, саябаққа, серуендеуге шақырыңыз, гүл бақтарын аралатыңыз. Ақылды әйел мұны бағалап, артығымен қайтаруға тырысады. 13. Ал әйелдер ше? Егер әйел күйеуінің шешім қабылдай білетін, арқа сүйеуге лайық адам болғанын қаласа, нәзік, қорғансыз бола білуі тиіс. Егер әйел күйеуінің жомарт болғанын қаласа, мұқтаж, алғыс айтқыш келуі керек. Мәселен, ол сізге сыйлық жасады, немесе тағы басқа жолмен жомарттық танытты делік. Сіз оған алғысыңызды естен кетпес етіп қайтарыңыз. Эмоцияңызды пайдалаңыз. Әсеріңізге бұл әлемдегі ең керемет сыйлық. Қанша уақыттан бері осыны армандап жүрегім деген сөздермен дәмдеуіш сөз қосыңыз. Ең күшті таптырмас амал дұға. Ер мен әйелдің ең үлкен қаруы. Жақсы әйелге немесе еркекке ең бірінші жәрдем Алладан. Күйеуінің көңілін аулағысы келген әйел, әйелінің жүрегін жаулағысы келген еркек Алламен қарым-қатынасын түзеп, алақанын жайсын. Жүрекке Алланың ғана әмірі жүреді. Қос жүрекке махаббат пен мейірімді салатын Алла. Сондай-ақ ешбір еркек өзінің сымбаты, мінезі, байлығымен отбасын ұстап тұра алмайды. Ешбір әйел күйеуі үшін ғана жасаған амалдарымен, сұлулығымен, мінезімен, дәмді тағамдармен жәннатқа жете алмайды. Олардың өміріне ықылас деген ұлы амал басшылық жасамайынша жеңіске жеттім деу бекерлік. Яғни ерлі-зайыптылар барлық амалдарын Алла разылығы үшін жасауы тиіс. Алла сұлулықты жақсы көреді. Бір-біріміз үшін сұлуланайық. Алла тазалықты, жаратылыстарының мейірімді болғаны жақсы көреді. Біз де соған талпынайық деп сәт сайын ниетті түземек керек. Мұсылман алдымен Алланы жақсы көреді, ал жарын Алла разылығы үшін жақсы көреді. Амалдарын, ұмтылысын Алла разылығы үшін жасаған адамда ешқашан ұтылыс жоқ. Құрметтім, егер сіздерге бүгінгі материал ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Келесі жолы тағы да пайдалы ақпараттермен бөлісетін боламын. Ал сіздермен болған Нәзік Жан арнасы. Келесі кездескенше.